Қайырлы күн, карамельный пирогтың рецебін ұсынамын. Видеоны соңына шейін қарап, комментарий жаза кетіңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығатын, тез дайындалатын пирогтың рецебін ұсынамын. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Өте керемет болып шығады. Мен творог пен қаймақ қостым. Негізі творог пен қаймақты қоспай, орнына 350 грамм сливки қосса да болады. Начинкасына. Видеоның астына қосып кетемін. Жазып қосып кетемін. 2 түрлі начинкамен болады. Мына ұнның үстіне разрыхлитель қосып осылай араластырып аламыз. Видеодағыдай істейсіздер, видеодағыдай. Сосын осылай жақсы билеп аламыз. Мүмкін дегенше ұн еленген жақсы. Сосын үй бөлмесінде тұрған сары май 82%-ық. Осыны қолмен жақсылап тұрып өгіп аламыз. Қамыры өте песочный, өте дәмді болады. Осы өгіп алдық, үстіне қант саламыз. Қант салып араластырып алып, үстіне қаймақ, сұйық май, жұмыртқаның ағын қосып, жақсылап илеп аламыз. Нанымыз өте жұмсақ, керемет болып шығады. Енді осылайынан сарысын қосып, қаймақ қосып, сұйық майымызды қосып, осылайынан қамыр илеп аламыз. Осыны песочный керемет болып шығады. Енді осыны осындай формаға осылайынан істеп шығамыз. Осылайынан қазір вилкамен тесіп шығамыз. Заказға да пісіруге болады, өте керемет болып шығады. Осылайынан шанышқымен қамырымызды тесіп шығамыз. Осылай дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына 1 банка сгущенка, 3 жұмыртқа, творог 150 грамм, қаймақтан 100 грамм. Қостым. Негізі қаймақ пен ірімшіктің орнына 350 грамм сливки қосуға болады. Олайда салмасына олайда дайындаса да өте керемет болып шығады. Істеп көрлеріңізді ұсынамын. Осылайынан граммдап қосамыз. Қасықпен осылай қоссаңыздар, неше қасық шығатынында белгілі. Менде 2-2,5 қасық шықты 150 граммға. Мен 150 грамм болды. Ендігі қаймақты қосамыз 2 қасық. Мен осындай 15% қаймақ, 20% де болады. Қасықпен осылай салып отырса, белгілі үйде өлшейтін не болмаса, осылайынан қасықпен өлшеп салуға болады. 2-2,5 қасық болады. Сосын мен жақсылап тұрып вилкамен айластырамын. Блендермен есе одан да күшті болады.
ішіне творог қосылғанда білінбей қалады. Егер творогтарыңыз ірі сондай болатын болса, блендермен езіп алсаңыздар да болады. Начинкасын осылайынан салмасын саламыз. Сосын қызып тұрған пешке қойып аламыз. Пешіміз 170-180 градуста ысытып пісіреміз. Міне осылай пісті. Өте керемет, өте дәмді. 2 сағатқа суыт қойып, 2 сағаттан кейін кесіп дәмін көрсеңіздер болады. Супер дәм болады. Істеп көрсеңіздер болады. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Келесі видеоға шыққанша сау болып тұрыңыздар.